Балабақша мен мектеп алды даярлық топтарына мынандай әдемі көрнекілік жасаймыз. Алдымен түрлі түсті қанық бояу мен фетр маталардан дайындайтын боламыз. Алдымен құзғұйрығымызды үстіп бірінші бір-біріне қосып, керекті заттарды беттеріне жабыстыратын боламыз. Липучка кішкене жабыстыратынды және де гүлдің жапырақтарына гүлді жабыстыратын боламыз. Алдымен сары түсті, көк түсті және сәбіз түсті гүлдерін орындарына орналастырып жатырмыз. Енді гүлдің үстіне көбелекті жабыстырамыз. Енді құзғырықтың бетіне жаңағы липучкаларға алманың құрты және де божая коробка, жапырақтың үстінде тұрған итмұрын және де көбелек, ұлу және ара. Осылардың бәрін балдарға түсіндіру үшін әдемі көрнекілік деп ойлаймын. Енді осылардың бәрін салып қою үшін кішкене сумка арнап қойдым. Өйткені балдарға түсіндіргенде өте оңай болады. Осылардың бәрін қайтадан сумкаға бірден кезегімен салып қоямыз. Балдарға түрін түсін ажырататын және осы көбелек және құрт қандай жерде өсетінін, топырақта өсетінін, шөптерді, жапырақтарды жейтін бәрін түсіндіріп отыратын боламыз. Осы көрнекілік ұнайды деп ойлаймын. Тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.